жылы Әлия әйелдерге арналған орталық мерген дайындығына қабылданды. Ол жерде өте ауыр дайындық басталады. Снайпер болу тирдегі нысаналарға оқ ату емес, қыздарды қалайда аман қалуға үйретті. Оларды шақырымдап, мұзды шалшықтап, еңбектеп өтуге мәжбүрледі. Айналасындағы қоршаған ортамен үйлесіп алып, сағаттап қар үстінде жатуға, бетіңнен жыбырлап жәндік өтсе де қозғалмай жатуға үйретті. Мосин винтовкасының салмағы 4 килограмм. 7,62 калибрлі патронның кері серпілісінің күшті болғаны соншалық, нәзік қыздардың бұғаналары мен иықтарынан қан шығарып жарақаттап кететін. Денесінің көгергені айлап жазыла қоймайтын. Бірақ Әлия туа біткен мерген болып шықты. Оның ерекше дарыны бар екені анықталады. Оның математикалық ойлау жүйесі мен табиғи қабілеті желдің өтін және арақашықты дәлме-дәл есепке алуға, ал өзінің бастан өткерген блокаданың зардабы оны сөз жетпес төзімділікке үйреткен. Ол мектепті өзіне жеке берілген винтовкамен өте жақсы үлгеріммен аяқтап шықты. Нәзік қыз берік қаруға